Сәлем достар, мен сіздерге бүгін керемет узордың түрін көрсеткім келіп отыр. Ол узор тунистік узор болып есептеледі. Бізге бірінші крючок, тунистік узорға арналған крючок керек болады. Және екі түрлі жіп керек болады. Мен екі түрлі жіп, менде жібім жіңішке болғандықтан екі қабаттап алдым. Сіздер өздеріңіздің қалыңдау жіппен тоқысаңыздар, ол узор әдемі болып көрінеді. Және ол узормен детский одеял, жакет сондай тоқығанға әдемі көрінеді. 1, 2, 3, 4. Мен 20 петлямен бастаймын. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мінекей мен 20 петля теріп алдым. Ары қарай жұмысымызды бастаймыз. Әр петлядан өткізіп жұмыс жібін шығарып аламыз. Мінекей. Осылай соңына дейін шығарамыз. Тунистік узордың бір ерекшелігі өте тығыз болып келеді, списигмен тоққан сияқты. Сол үшін маған бұл узор ұнайды. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Егер мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Не тоқып үйренгілеріңіз келеді, не тоқи аласыздар, сол туралы жазып отырыңыздар. Үш, төрт, бес, 9. Мінекей 20 петляны шығарып алдық. Ары қарай екеуден біреу шығарып отырамыз. Мінекей. Екеуден біреу, екеуден біреу. Осылай соңына дейін шығарамыз. Және бір айта кететін, бұл узормен сумка тоқысаңыздар да болады. Сумкаға да өте әдемі көрінеді. Детский балалардың пледін тоққанға дешевый жіптер болады. Сондай жіп, екі түрлі жіппен тоқысаңыз, жұмсақ әрі әдемі болады. Мінекей. Менде соңғы екеуі қалды. Енді осы жерде екінші жіпті қосам. Екінші жіпті қалай қосам? Міне екеуден мына жіпті шығарып алам. Ары қарай осы жіппен тоқиын. Мына түсті жіп, сары түсті жіп ол қалады. Оған тимейміз. Енді мына аралары, әр ненің арасын ашық қарасаңыздар. Осы шеттен енді біз 20 петля іліп алуымыз керек. Мына артық жіпті арасына қалдырып кетеміз. Немесе соңынан арасына кіргізіп тастасаңыз, басқа крючокпен кіргізіп тастасаңыздар да болады. Мінекей. Мынадан бастаймыз міне. Егер
мындай узун крючоктарыңыз болмаса, кәдімгі жай крючоктың ұзындау түрлері болады ғой, сондаймен тоқсаңыздар да болады. 3, 4, 5, 6 санап отырыңыздар. 7, 8, 1, 2, 3, 8, 9, 12, 10. Соңында мына жерден біреуін аламыз. Мінекей 20 болып бір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді екеуден біреу шығарамыз. Соңына дейін солай. Көрініп тұр ғой сіздерге. Осылай екеуден біреу шығарып кете бересіздер. Міне менде екеу қалды. Енді сары жіпті қосамыз. Сары жіпті өткізіп аламыз мінекей. Ары қарай. Міне өзі ашық болып тұр. Көрсеңіздер. Көрініп тұр ғой сіздерге. Осы әр ашық жерден осылай өткізіп аласыздар. Басында онша түсініксіз болады. 3-4 қатар тоқығаннан кейін узордың несі көрінеді өзі. Екеуден соңғы екеуге дейін жасаймыз. Екеу қалды. Енді екінші жіпті қосамыз. Екінші жіпті осы екеуден өткізіп аламыз. Ары қарай осы жіппен жасаймыз.
тунистік узорлардың ішіндегі ең оңайы, ең қарапайым узоры осы узор. Сіздердің пайдаларыңызға жарайды деген ойдамын. Екеуден біреу, екеуден біреу, соңына дейін осылай жасаймыз. Мен бос қылып тоқып жатырмын, өйткені бос қылсаңыздар әдемі көрінеді. Енді қатты бос қылып жібермеңіздер. Қазір мен 5-6 қатар тоқып көрсетейін, қалай шығатынын көресіздер. Сіздер де өздеріңіз өшіріп тоқыңыздар. Мінекей мен 4-5 қатар, 8 қатар тоқыдым. Мінекей осындай әдемі узор шығады. Артқы жағы мынадай кәдімгі спесимен тоқыған сияқты, қараңыздар. Осылай болып шығады. Егер сіздерге видео сабақ ұнаған болса, лайк басып комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.